Жұмыртқа қабығын қоқысқа лақтырмай, үй жағдайында кальций витамин әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қабығын әбден жуып, тазалап аламыз және оны миксерге салып, ұнтақ болғанша айналдырамыз. Бізге белгілі жұмыртқа қабығында 90% кальций витамині бар. Сонымен қатар фтор, марганец, цинк, мырыш, тағы да басқа көптеген 27 элементтен тұрады. Пайда болған ұнтақты балаларымыздың ас мәзіріне қосуымызға да болады. Балалардың бойы өсіп, тістері қатайып, сүйектері қатаяды. Ересек адамдар үшін 1/4 бөлігі ас қасық үлкен қасыққа салып, лимон қышқылын араластырып, әбден дайын болғанша араластырамыз және күнделікті таңғы астан кейін 1 қасық ішетін болсақ, 1 айдың көлемінде тісіміз қатайып, буынымыз жақсарып және сүйектеріміз қатаяды. Ұнтақты құрғақ, жабық ыдыста сақтауымыз қажет. Деніміз сау болсын, ауырмаңыздар.